Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 6-шы сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6-шы сыныпқа арналған 79-шы беттегі кітаптың жауаптарымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде арнама тіркеліп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ал ендеше тапсырмаларға қарайық. Бірінші тапсырма: look at the photos, where are the people, what are they doing? Жоғарыда беріліп тұрған суреттерге қарап, адамдардың қай жерде және не істеп жатқандығын жазып айтуларыңыз қажет. Және оқушылар, міне 79-шы беттегі бірінші тапсырманың жауабы. At the first picture, people camping in the mountains. Яғни бірінші суретте адам тауға шығып бара жатыр. At the second picture, some people camping too, but they camping in the middle. At the third picture, group of people camping near the fast and beautiful river. Weather is good. Бұл бізде бірінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма, екінші тапсырма: listen to a conversation, where are the friends going to camp? Listeningті мұқият тыңдап, достардың қандай жерге шығып бара жатқандығын айтуларыңыз қажет. Және дұрыс жауабы: they are going to the camp in the forest. Яғни орманға шығып бара жатыр. Екінші тапсырманың дұрыс жауабы. Келесі тапсырма бізде үшінші тапсырма: listen again and complete the sentences. Сол listeningті қайтадан тыңдайсыздар және сол бойынша төмендегі беріліп тұрған сөйлемдерді толықтырасыздар. Ал ендеше жауаптарын қарастырайық. Біріншісі mountain, екіншісі weekend, үшіншісі to, төртіншісі food, бесіншісі stove, алтыншысы pasta, жетіншісі bus. Бұл бізде үшінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Яғни бұл сөздерді сіздердің үшінші тапсырмада беріліп тұрған бос ұяшықтарға қойсаңыздар, сөйлемдер толығымен толықтанады. Келесі тапсырма бізде төртінші тапсырма, speaking тапсырмасы. Work in groups of 3 and prepare a conversation. Imagine you are planning camping weekend. Answer these questions. Сіз бұл жерде, бұл тапсырмада жұптық жұмыс болғандықтан өзіңіздің жаныңыздағы сыныптасыңызбен жасауыңыз қажет. Және бұл жерде айтады work in groups of 3 and prepare a conversation. 3 адам болып диалог ретінде құрастыру керексіздер. Imagine you are planning a camping weekend. Осы аптаның соңында сіздер бір жерге шығуды жоспарлап отырсыздар. Және сол бойынша бір-бірлеріңізбен сұрақ қойып, осы сұрақтар бойынша жауап берулеріңіз қажет. Ал ендеше төртінші тапсырманың жауаптарына қарайық. Төртінші тапсырманың жауаптары. Біріншісі: on the weekend, I am going with friends. We will go to the dark forest near our city. Екіншісі: we are going to spend a couple of days in nature, frying marshmallows, sitting by the fire, and asleep under the night sky. Үшіншісі: forecasters say that the weather will be warm in the future, so I'm sure that everything will be fine. Төртіншісі: we are going to travel on foot, taking everything we need with us. Бесіншісі: I will bring food, a phone, a flashlight, and a heated inflatable tent. Бұл бізде төртінші тапсырманың жауаптары. Яғни бұл тапсырмада сіздер төменде беріліп тұрған сұрақтарға жауап беру арқылы бір-біріңізбен сөйлесіп сұрақтарға жауап беру керексіздер. Ал мен сол сұрақтарға жауап бердім. 5 сұраққа толықтай жауап бердім. Келесі тапсырма бізде бесінші тапсырма: have a conversation. Use your ideas in exercise 4 and the chart below to help you. One of you is A, one of you is B, and one of you is C. When you have finished, change rows. Бұл жерде сіздер төртінші тапсырмада жауап берілген сұрақтарды, яғни төртінші тапсырмада сіздер сұрақтар беріліп тұр. Where are you going to do to go? What are you going to do there? Деген сияқты сұрақтар. Сол сұрақтарды қолдана отырып, осы структураға салып, диалог құрыңыздар деген. Негізі бұл тапсырма бағанағы сұрақтарды жазып, одан кейін жауаптарды ғана жазып қойсаңыздар, солай құрсаңыздар да болады. 3 адам ретінде. Ал мен
алтыншы тапсырманың жауаптарымен бөлісейін. Алтыншы тапсырма, writing тапсырмасы, write a description of a terrible weekend. Imagine you went camping last weekend and a lot of things went wrong. You can use the situation in the listening or in exercise 4. Think about the following ideas and things that happened and how you felt. Бұл жерде сіздер өзіңіздің өміріңізде болған самый неприятный суббота, воскресенье, уикенд деген апта соңы демалыс күндері өткізген сондай бір самый неприятный күніңізді жазу керексіз. Ал ендеше жазамыз. Бұл жерде сіздер айтпақшы transport, the weather, activities, food, equipment осы сөздерді қолдана отырып жазу қажетсіздер. Міне оқушылар, алтыншы тапсырманың жауабы. Ал ендеше оқиын. Бұл бізде writing тапсырмасы. I will tell you about my worst weekend ever. It was the summer of 2020. My sister and I went to see my grandmother. Everything was fine. My sister spoke impulsively to my grandmother. Grandma wasn't feeling well, but she didn't tell us. Her illness was not noticeable. We stayed there for 2 weeks. I played on my phone and my sister went out with new friends. When we left, I saw my grandmother crying. I was so sorry to leave her. After 3 weeks, my family and I found out that she was ill. She fainted in the store and I was taken to the hospital. She was told that she had been seriously ill for at least 7 weeks. I remembered what she looked like when I was with her, but I didn't even think about it. Бұл бізде алтыншы тапсырманың жауабы, яғни сіз өзіңіздің өміріңізде болған самый неприятный бір демалыс күніңізді жазу керексіз. Әрине, бұндай тапсырма орындау кішкене бір түрлі, бірақ сіздер осы тапсырманы орындау қажетсіздер. Өзіңіздің басыңыздан өткен сондай бір жағымсыз оқиға десек те болады. Осымен бізде 79-шы беттегі тапсырмаларға жауап беру аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Бұның барлығы бізде 79-шы беттегі тапсырмалардың дұрыс жауаптары. Сіздерге түсінікті болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдағы уақытта 6-шы сыныптың кітап жауаптары көп шықсын десеңіздер, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, қаралым санын көбейтейік. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар оқушылар. Сіздермен бірге болған Ингл Тобарнасы.